Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балаларымның бір өтініші бойынша осындай донер жасаған едім. Өте керемет, дәмді болып шыққаннан кейін сіздермен бөлісуді де жөн көрдім. Алдымен бізге картопымызды жуып, тазалап, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Барлық туралған картопымызды шұңғыл ыдысымызға салып, үстінен тұзымызды, бір шай қасық тұз саламыз да, біраз уақытқа су құйып қойып қоямыз, крахмалы шыққанға дейін. Бұл мен дүкеннен алынбағаннан кейін үйде болған барлық нәрсемен жасап жатырмын. Тауықтың етін емес, үйдегі бар етті ала берсеңіздер де болады. Жақсылап пісіріп алсаңыздар болды, қуырып. Менде тауықтың еті болғаннан кейін тауықтың етін осылай ұзынша етіп турап пісіріп алатын боламын. Етіміз де картопымызды дайын, енді пісіру қалды. Қызып тұрған майымызға осылай тауығымыздың етін салып, бір қуырып, одан кейін дәмдеуіштерін салып пісіретін боламыз. Осы бір қуырылғаннан кейін тұзымызды, паприкамызды және қара бұрыш, қызыл бұрышымызды татымына қарай салып, тауығыңыздың етін пісіріп аласыз. Пісіріп алғаннан кейін ыдысқа салып қоясыздар. Ол піскенше осылай картопымызды суынан сорғытып, кептіре беретін боламыз. Сүлгінің көмегімен осылай етіп, картоптарыңызды кептіріп алсаңыздар да болады. Міне тауығымыз дайын, енді ыдысқа салып аламыз да, картопымызды пісіретін боламыз. Картопымызды фри қылып пісіру үшін көбірек сумай құямыз. Одан кейін сумайымыз қызғанда картопымызды салып, картопымыз осылай өзі қызарғанша пісіретін боламыз. Піскен піспегенін шанышқының көмегімен қарайсыздар. Одан кейін менде осылай свежий қияр болды. Свежий қиярымызды да осылай турап алдық. Сіздер қызанақ, помидор дейміз ғой, соны да қосып жіберсеңіздер өте дәмді шығатын болады. Міне енді дүкеннен осындай лаваш алдырдым. Енді донерімізді жинайтын боламыз. Алдымен тауығымызды салып аламыз, үшке бөліп. Мен 3 адамға жасап жатырмын, сондықтан барлығын үшке бөлетін боламыз. Осылай үшке бөліп салып алдым. Үстінен қиярымызды саламыз. Одан кейін майонезіміз бен кетчупымызды осындай арнайы салафандарға салып алсаңыздар болады, ыңғайлы. Егер майонезді көбірек етсеңіздер де болады. Мен осылай балаларға жасағаннан кейін өте көп қоспадым, ал сіздерге ұнаса көбірек қосып жинай берсеңіздер болады. Үстіне фримізді саламыз, дайын болған. Одан кейін майонездің, кетчуптың, тауықтың тұзы болғаннан кейін үшеуі араласып, бір әдемі жақсы дәм беретін болады. Сондықтан фриға тұз сеппей қойғандарыңыз дұрыс. Кішкене бүгін тұмауратып ауырып тұрғаннан кейін даусым дұрыс болмай тұр. Оны айып етпеңіздер. Мінекей донерімізде жиналды. Енді осылай табамызды май құймай, таза табамызға осылай екі шетін қақтап алатын боламыз донеріміздің. Міне үшеуі де дайын болды. Енді жеп, дәмін көріп, өздеріңіз бағасын бере жатарсыздар, үйден жасасаңыздар. Менің қазақша осылай контентіме бағаларыңызды беріп, бір қолдап кетіңіздер. Мінекей донер өте дәмді шықты, балалардың көңілінен шықты. Жасап көріңіздер. Көп рахмет.